Ең үлкен аспалы көпір. Ертістің арғы жағы мен бергі жағын ғана емес, Азия мен Еуропаны жалғастырып жатқан аспалы көпір Семей жұртына тәуелсіздіктен кейін келген тарту. Аспалы көпір құрылысының негізгі бөлігі иілмелі, жұмсақ материалдардан, шоғыр-сым, болат арқан, шынжырдан жасалатын, ұзыннан ұзақ тартылған көпірдің бір түрі. Көпірдің негізгі жолы ілгектер арқылы діңгектерге бекітіледі. Жұмыс істеу жүйесінде кез келген мұндай аспалы көпір белгілі бір мөлшерде баяу ғана арлы-берлі тербеліп тұрады. Семей қаласының мақтанышы саналатын аспалы көпір ТМД мемлекеттерінің ішінде жалғыз, ал әлем бойынша көлемі жағынан 17-ші орында тұр. Бұл көпірден күніне 60-80 мыңнан астам көлік жүріп өтеді. Жаңа көпірдің құрылыс жобасын Жапон компаниясы дайындаған. Көпір жер сілкінісіне төзімді етіліп жасалған. Оның кеңістіктегі ұзындығы 750 метр, ал жалпы ұзындығы 1086 метр. Ені 35 метр, биіктігі 90 метр. Оның басқа көпірлерден басты ерекшелігі жол бетіне табиғи асфальттың төселгендігі. Табиғи асфальт өте берік және ауыр жүкті көліктерге төзімді болып келеді. Ол Кариб бассейніндегі Тринидад көлінен арнайы тапсырыспен әкелінген. Көпір 2000 жылдың 17 қазанында пайдалануға берілді.